Бөбекжайдың номері 9-шы Ақбөбек ересек тобының тәжірибелі тәрбиешісі Оразалиева Шолпан Ерғалиқызы қоқыстарды сұрыптау іс-шарасын ұйымдастырып, балаларды ұқыптылыққа, үнемшілдікке, ысырапсыз өмір сүруге баулып, экологиялық тұрғыда өзін қоршаған ортаны таза ұстауға дағдыландырды. Номері 11-ші Балдырған мектеп-алды тобының үлгілі тәрбиешісі Дүзбаева Қамаш Мақытқызы бөлме өсімдігі туралы түсінік беріп, оның түрлерімен таныстырып, атауын үйретіп, оған күтім жасау арқылы еңбекке деген сүйіспеншілігі артты десек, артық болмас. Номері 9-шы Ақбөбек ересек тобының озат тәрбиешісі Шавкабаева Бибихан Төлеубайқызы су тіршілік көзі атты эксперимент жұмысын жүргізіп, судың пайда болуы, оның ауада ыдырауы, қасиеті жайлы терең ұғым беріп, балалар нағыз ғалымдарша зерттеу жұмыстарын жүргізіп, өз істеріне қуанып, бір-біріне деген сыйластығы артты. Зерттеу арқылы су ерекшелігін анықтап үйренді. Мекеменің озық тәжірибелі тәрбиешісі Мұқышева Нұржауған Жаңбырбайқызы балалармен табиғатты бақылап, оларды құстың ұясымен, оның не үшін қолданылатыны туралы түсінік беріп, балалардың құстарға деген қамқорлық сезімі пайда болды. Номері 6-шы Балдәурен ересек тобының тәжірибелі ұстазы Көптілеуова Ақсәуле Қожағұлқызы балалармен ауылдағы мал қорасына саяхат ұйымдастырып, 4 түлігіміз жылқы мен қойды көрсетіп, олардың тыныс тіршілігімен таныстырып, шөп беріп, төлдерін ататып, олардың пайдасы туралы, яғни жанды табиғат туралы білімін кеңейтіп, жан-жануарларға деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиеледі. Сонымен қатар, номері 14-ші ертістік мектеп-алды тобының тәрбиешісі қалалық үздік педагог 2025 байқауының жеңімпазы Кенжебекова Жәмила Жақайқызы Кендірлі ауылындағы ата-ананың мал қорасына саяхат жасап, сиыр, қой, ешкі, үй құстарымен балаларды таныстырды. Балалардың қуанышында шек болмай, олар саяхат барысында бір-біріне сұрақ қоя отырып, үй жануарлары туралы түсінігі кеңейді. Номері 11-ші Балдырған мектеп-алды тобының шығармашылығы мол тәрбиешісі Алданғарова Жұлдызай Ибағарқызының қаламыздағы үстірт қорығына саяхатқа барып, балаларды Маңғыстаудың фауна-флорасымен жете таныстырды. Балалар Маңғыстау табиғат туралы кең мағлұмат алып, қоршаған ортаның сұлулығын, байлығын көріп қатты қуанғанында рас. Жаңаөзен қаласының ең көрікті жері ол қалалық саябақ. Номері 15-ші Дарын мектеп-алды тобының үздік тәрбиешілері Серікбаева Камиля Оразғалиқызы және Еңсегенова Балияш Жұмабайқызы сол саябаққа саяхат ұйымдастырып, балалар керемет әсер алды. Балалар әсем гүлдер, ағаштарды тамашалап, табиғатқа деген қызығушылығы артты. Осылайша, Бөбекжай педагогтері тәрбиеленушілерге ерте жастан бастап айналасындағы әлемді танып, қоршаған өмірге қызығушылық танытып, оны қорғау, табиғатқа қатысты моральдық және эстетикалық сезімдер тәрбиелеу, экологиялық мәдениет қалыптастыру үшін білім беру процесін жоғары деңгейде ұйымдастыруды жалғастыруда.